Жамбыл облысы Байзақ ауданы нөмірі 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Сүгірбекова Үміт Ізбасарқызы өзімнің 11 жыл бойы білім алған Қара Шаңырақ киелі мектебінде шәкірт тәрбиелеп, мұғалімдік қызметімді 25 жыл жалғастырудамын. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кездеп ұлы ақын Абай Құнанбаев айтқандай, ұстаз әрқашан білім мен ізгілікті алға қоятын тұлға. Қазіргі таңда сын тұрғысынан ойлау әдісін пайдалана отырып, білім алушылардың тілге деген қызығушылықтарын арттыру мәселесі бойынша жұмыс атқарып келемін. Осы уақыт аралығында көз жеткізгенім, сын тұрғысынан ойлау білім алушылардың мәселелерді дұрыс шешу жолында іздену, ойлау, сөйлеу қабілетін дамытуға тиімді. Сонымен қатар, тақырыпқа жан-жақты түсінігін аңғарта отырып, ынтасын одан әрі дамытуға мүмкіндік жасалады. Бала жас кезінен ақ еркін ойлауға, алдына қойған істі жоспарлап, оны соңына дейін жеткізуге, кедергіге қарсы тұруға бейімделгені жөн. Сондықтан әр сабақта оқушылардың кез келген мәселеге сыни көзқарасын қалыптастырып, оларды ашық, еркін сөйлеуге баулу әр оқытушының міндеті деп ойлаймын. Педагог қазіргі заманның жаңаша талаптары мен үрдістеріне әрқашанда сай болуы керек. Сондықтан білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдерге зор жауапкершілік жүктеледі.